Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді таба нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ол үшін қажетті ингредиенттер: жылы су, сүт, қант, тұз, сұйық май, ашытқы және де ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға су, жылы сүт, қант және де тұзымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Содан соң ашытқымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Содан соң 15 минуттай бетін жауып қоямыз. 15 минут өткен соң үстіне сұйық майымызды құйып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, бірінші араластырып, содан соң жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міне қамырымызды жұмсақ етіп илеп алдық. Алдын ала майлап дайындап қойған ыдысымызға 1 сағат бөлме температурасына тындырып қоятын боламыз. Міне 1 сағаттай көлемде уақыт өтті. Қамырымыз ісініп жақсы болып шықты. Содан соң қамырымызды ыдысымыздан алып, қалыпты алдын ала майлап дайындап алдым. Соған орналастырып 40 минут бетін жауып тағы да ісіріп қоятын боламыз. Міне қамырымыз өте керемет ісініп шықты. Қызып тұрған пеште 190 градуста беті қызарғанша пісіре алатын боламыз. Міне нанымыз да пісіп дайын болды. Суытып алдым. Өте жұмсақ мамықтай болып шықты. Сіздер де дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Рецептім ұнаса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.